Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін чизкейк дейді, сметанный дейді, әр жерде әртүрлі. Мен сметанный пирог дедім. Осы сметанный пирогты пісірудің методы: ол үшін бір жұмыртқа, мен бұл жерде екі тесті иледім, бірден екі түрлі пирогқа. Екі жұмыртқа алдым, сіздер бір жұмыртқа аласыздар. Бас жағында қай жерден бастап бір торттың рецепті жүретінін айтып отырамын, бір пирогтың. Одан кейін секерімізді салдық. 80 грамм секер салу керек. Мен бұл жерде бір кесе секер салдым. Мендегі ыдыс 160 граммды құрайтын болғандықтан. Осыдан кейін әбден секерін жұмыртқамен араластырып езіп аласыз. Миксер пайдалансаңыз да болады, миксер пайдаланбай, мен ұқсап венчик пайдалансаңыз да болады. Содан кейін ішіне міне әбден ақ көбік қылдым, міне қолмен істеп. Осыдан кейін ішіне міне осыдан кейін барып сармайымызды, разрыхлителімізді салып, араластырып жібереміз. Мен де айттым ғой, бірден екі тестіні иледім деп. Осылай комнатный температурадағы сармайыңызды салып, езіп, бұны әбден араластырып аласыз. Одан кейін барып, келесі кезекте ұныңызды салып, әдемі жұмсақ тесті илеп аласыз. Тестіңізді илеп алғаннан кейін оны холодильникке жарты сағатқа қойып қоясыз. Одан кейін пирогыңызды собирать еткенде пайдаланасыз. Одан кейінгі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін міне тестімізді 30 минутқа қоюға жіберіп жатырмын холодильникке. Салмасына крахмал, 3 жұмыртқа, секер алсаңыз да болады. Мен сахарный пудра алдым, 100-150 грамм, сосын 150 грамм, 200 грамм не аласыз, сметана аласыз. 200 грамм. Міндетті түрде 20% болу керек. Алдымен жұмыртқаларымызды ағы мен сарысын бөліп алмай араластырып аламыз. Міне, мен мына жерде көрсеттім. Отборный деген жұмыртқаны пайдаланыңыз, или высший сорт деген бірінші сортты жұмыртқаны пайдаланыңыз. Пирог, торт дегенді пісіргенде. Сосын оның бәрін бөлме температурасында қойып пайдаланғаныңыз абзал болады, холодильниктен алып пайдаланғаннан гөрі. Ендігі кезекте сахарный пудрамызды саламыз. Жұмыртқамызды әбден араластырғаннан кейін оны да салып араластырып алыңыз. Одан кейінгі кезектегі салынатын заттарды алдағы видеода көріп отырасыздар. Одан кейін енді 200 грамм немізді салып отырамыз. Сметанамыз, қаймағымызды міндетті түрде 20% болсын. Осыған салып аламыз. Одан кейін кукурузный крахмалымызды саламыз. Оның да мөлшерін описание бөлімінде қалдырып кеттім. Алдағы жақта айтқан кукурузный крахмалды салу сәтін көрсетіп жатырмын. Барлық жағы детально көрсетілген. Қарап осы жерден жасасаңыз бірден шығады. Бассы массаларды біркелкі қылып араластырып алыңыз. Мүлдем түйіршік қылмай, ешқандай қиындықсыз оңай пісіріледі. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді осыны біздің өзіміздің табамызға жинақтаймыз. Сосын оны пісіріп аламыз. Бұл чизкейкті мен
сметанникті бірінші рет пісіруім өте керемет шығады. Ешқандай қиындықсыз, мүлдем пісіріп білмейтін адам да істейді деп ойлаймын. Мен енді білген жоқпын табамның қандай екенін. Көптен бері пісірмегенмін, сондықтан сармай алып табамның астын майлап жібердім. Сіздер протеин алсаңыздар да болады, арнайы пирогтың табасын пайдалансаңыздар да болады. Мен үйімдегі бар табаны табамызды майлап болғаннан кейін холодильникте тұрған, тоңазытқышта тұрған тестімізді мен 2 тесті иледім дедім. Жартысын алдым, 2-ге бөліп, өстіп орналастырдым. Жұмсақтығын көрдіңіз бе? Мен қолыма прилипать етпесін деп, жабыспасын деп, осындай пакет пайдаландым. Это мой лайфхак. Сіздер де өздеріңіз білесіздер, қолмен істесеңіздер де болады. Маған жұмсақтығы қатты болғандықтан жабысып қалады деген мақсатта осылай пакетті қолдандым. Енді оның бәрін осы асқасықтың көмегімен басып шығамыз тегістеп. Видео түсіріп отырған адамның кішкене олқылығы енді өстіп басып шығасыз тегістеп. Басыппен істеп болғаннан кейін шанышқының көмегімен бортиктарды әдемілеуге тырыстым. Өздеріңіз істесеңіздер болады, істемесеңіздер де болады. Өздеріңіз біліңіздер. Бізде свет өшіп қалған, свет өшіп қалса да сол видео түсіріп контент жасап жатқан түрім ғой. Қолдап қойыңыздар, қандай еңбек жүріп жатқан көріп жатсыздар ғой. Бортигін әдемілеп болғаннан кейін біз неміз саламыз. Осылай салып аламыз бортикті әдемілеп болғаннан кейін. Салмамызды салып, әбден бір тегіс қылып қоясыз да. Мен 250 градуста, сіздер енді 180 градуста пісіріңіздер. Осылай пісіріп алдым 30 минут. Данный пирогты пісіргеннен кейін біз 2 сағатта кестік, асығыс кескен екенбіз. Одан да көбірек уақыт кетіріп, қойып барып кескендеріңіз дұрыс. Мынау біздің ыдысымызда 2 сағаттың жобасында. Одан кейін 2 сағаттан кейін біз балам шыдамай кесіп, асмыр жасап жібердік. Бірақ тағы бір пирог пісірдім, оны біз 4-5 сағаттан кейін жедік кесіп. Ол вообще күшті болды. Сондықтан да бұндай сметанмен араласқан пирогтарды жасайтын болсаңыздар, абзалы 4-5 сағат қойып барып жегеніңіз дұрыс болады. Бөлек ыдысқа салып, кесу процесінде көрсеттім. Көрсеңіздер болады. Өте күшті болды. Кесілгенде жұмсақ, мен қолымда телефон болды енді, міне кішкене уақыт кетіп қалды. Енді мен вообще әңгіме айта алмаймын, тортым ұнады. Бірінші рет пісіруім өте дәмді болды. Сіздерге де пісіруге кеңес беремін. Каналым ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Достарыңызбен де бөлісе тұрыңыздар. Менің каналымда жалғыз рецептлер ғана емес, арыздар, еговпен жұмыс жасау, әртүрлі құрылыс программаларында, Photoshop деген сияқты, AVS, Meta, AVS 4, Home Styler, дизайнерлік программаларда бар, солармен таныса отырсаңыздар болады. Жайлап видеолармен толықтырып жатырмын. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Алдын ала рахмет. Міне кесілгендерінің бәрін көрсеттім. Көріңіздер, ұнады, маған вообще күшті ұнады. Ас болсын, сіздерде пісіріп жеп көріңіздер, өкінбейсіздер.
болатын пирог. Тіркеліп, лайк басып, қоңырауша басып, достарыңызға бөлісе отырыңыздар. Менің келесі видеомда кездескенше.